Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сізге қысқа арналып өте витамині мол сокты қолдан дайындап үйрететін боламын. Ең алдымен банкамызды және де банканың крышкасын булап алатын боламыз қайнап тұрған суда. Кейіннен өріктерімізді, кішкене қаттылау өріктер таңдасаңыздар да болады, жақсылап жуып, тазалап алатын боламыз, қыздар. Одан кейін ішіндегі дәнегін бөліп алып, өріктің өзін блендерден барлығын өткізіп шығамыз. Егер де блендеріңіз болмаса, мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Барлығын өткізіп болғаннан кейін сізде қанша өрік шықса, содан 2 есе қылып су құямыз. Кәдімгі краннан ағып тұрған суды құйсаңыздар болды. Жақсылап араластырып аламыз да, сита немесе сүзгіш, сүзекіден өткізіп аласыздар. Сіздер қалай атайсыздар, оны білмеймін, мен мына жерде көрсеттім. Ішіндегі мягкоті суға өтіп кетпеу керек. Сокты таза қылып ішу үшін осылай бөліп алатын боламыз. Енді шекер саламыз үстіне, барлығын бір ыдысқа салып алып, үстіне шекер саламыз. Барлығының мөлшерімен описание жазып қалғам, сол жерде көріп алсаңыздар болады. Кейіннен бұны отқа қоямыз, бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін бұның көпіршігі шығады. Қыздар, осылай көпіршіктердің барлығын әдемілеп алып шығу керек, қыздар. Өйткені бұл оның қажет емес бізге көпіршіктер. Кейіннен қайнап жатқан кезінде үстіне лимонный кислота саламыз да, жай отқа қойып 40 минутқа тағы да қайнататын боламыз. Қыздар, негізі мен былтырда жасадым. Бұл сокты өте қатты ұнады. Былтыр 3 литр жасаған едім. Бұл жолы 6 литр қылып жасап жатырмын. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. 40 минут қайнағаннан кейін ыстық күйінде жаңағы банкілерімізге құйып аламыз да жауып тастай береміз. Бетін крышкасын айналдырғаннан кейін бетін жауып ыстық суығанша үстіне қалың көрпе жауып қоямыз да, кейін қыста іше берсеңіздер болады.